Баршаңызға сәлем, есімім Назира, каналыма қош келдіңіз. Бүгін сковородкада хачапури пісірудің рецептісімен бөлісемін. Өте керемет дәмді нан. Видеомды соңына дейін қарап, осы рецепт бойынша менімен бірге міндетті түрде жасап көріңіз. Каналыма тіркеліп, лайк басып, достарыңызбен бөлісіп қоюды ұмытпаңыз. Өте жылдам дайын болатын нан. Және өте бір дәмді екен. Менімен бірге міндетті түрде осы нанды пісіріп көріңіз. Бұл хачапуриді жасау үшін мен бір жұмыртқаға 200 грамм сүт қостым. 160 грамм ұн және қасықтың ұшымен ғана бір шымшым тұз қосып жіберіңіз. Сосын разрыхлитель қамыр қопсытқышынан бір шай қасық қостым және жақсылап енді осыны араластырып аламын. Ешқандай комочектер қалдырмай жақсылап араластырып алыңыз. Сосын оның үстіне 200 грамм ірімшік саламын. Ой пікіріңізді комментарий бөлімінде қалдырып қойыңыз. Және осыны енді жақсылап араластырып алам. Мінекей осындай болу керек қамырымыз. Сосын табаға кішкене май құйып жіберіп, енді осы жерде айтып кететін нәрсе, табаны ысытпаймыз. Суық табаға майды жағып осылай үстіне жаңағы қамырымды салып, лепешкаға құсатып, жайып, дайындап алып, сосын барып астына от жағамын. Егер де қызып тұрған табаға салсаңыз, қамырдың арасындағы ірімшіктері еріп, жөнді жайылмай қалады. Сол үшін де табаны қыздырмай, суық табаға салыңыз. Енді осылай жайып болғаннан кейін табанның астын жағамын. Орташа отта бетін қақпақпен жауып, 5 минут бір жағын пісіріп алам, сосын аударып, екінші жағын тағы 5 минут пісіремін. Өте керемет дәмді нан. Міндетті түрде жасап көріңіз. Таңертеңгі шайға осы нанды жылдамдатып пісіріп жіберуге болады. Мінекей, мен наным дайын болды. Енді қалған дайындап алған қамырымның бәрін осылай пісіріп алатын боламын. Және де бұл нанды дайындау үшін көп нәрсе қажет емес, өздеріңіз көріп тұрсыздар. Жаңағы жұмыртқа, сүт, ірімшік болса болды. Жылдамдатып пісіріп жіберуге болады. Мінекей менің наным дайын болды. Енді бетіне сары май жағып жібереміз кішкене. Менің каналымда күнделікті дәмді рецепттер шығатын болады. Менің каналымнан алыстамаңыз. Және де менімен бірге болғаныңыз үшін сізге көп рахмет. Мінеге қараңыз, қандай керемет. Өте дәмді. Күшті болып пісіп шықты. Каналыма тіркеліп, лайк басып, рецептімен достарыңызбен бөліскеніңіз үшін сізге көп рахмет. Каналымнан алыстамаңыз. Сау саламатта болыңыз.